Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, дәмді, ең бастысы духовкада емес, табада пісетін пиццаның рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге 4 ас қасық қаймақ, 4 ас қасық майонез, 9 ас қасық ұн, 2 жұмыртқа, кетчуп, шұжық, ірімшік және қызанақ керек болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, қаймақ, сосын майонезді салып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Сосын ұнымызды аз-аздан салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей, біздің қамырымыз осындай болып шығу керек. Табамызды қыздырып, жақсылап сұйық маймен майлап шығамыз. Табаға қамырымызды саламыз. Қасықтың көмегімен жан-жағына жеткізіп, жақсылап салып шығамыз. Сосын үстінен кетчупты саламыз. Кисточканың көмегімен жақсылап жағып аламыз. Бүкіл жеріне жеткіземіз. Сосын салмасын саламыз. Менде қызанақ, шұжық және ірімшік. Кез келген көкөністерді сала беруге болады. Менің табамның диаметрі 26 сантиметр, кішкене қалыңдау болады пицца. Сіздер диаметрі бұдан үлкендеу табаға пісірсеңіздер болады, немесе екіге бөліп, 2 пицца шығарсаңыздар да болады. Енді шұжығымызды саламыз. Ең соңында үстінен ірімшікті сеуіп шығамыз. Қызып тұрған табада 5-10 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пиццамыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты. Арасы піспей қалады, шикі болады деп уайымдамаңыздар. Өте жақсы піседі. Достар, менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.